Әйел адам босанғаннан кейін қалай күтіну керек? Әйелдің өміріндегі ең маңызды әрі жауапты кезеңдердің бірі – босану. Бұл тек сәбидің дүниеге келуі ғана емес, сонымен қатар ананың ағзасы үшін үлкен сынақ. Жүктілік пен босану кезінде әйелдің организміне айтарлықтай күш түседі. Гормондық жүйе өзгереді, жүрек қан тамыр жүйесі, ас қорыту, жүйке жүйесі, және ең бастысы репродуктивті ағза үлкен жүктемеден өтеді. Сондықтан босанғаннан кейінгі күтім ерекше маңызды. Әйел босанғаннан кейінгі кезең медицинада постпартум кезең деп аталады. Бұл уақыт шамамен 6-8 аптаға созылады, кейде одан да ұзақ болуы мүмкін. Осы уақытта әйелдің денесі біртіндеп қалпына келеді. Жатырдың көлемі кішірейеді, гормондық фон қалпына түседі, омырау сүті түзіледі, жүйке жүйесі тұрақтанады. Бірақ бұл процесс әр әйелде әртүрлі жүреді. Біреулер тез қалпына келсе, екіншілерінде асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан босанғаннан кейінгі күтім ережелерін сақтау денсаулық үшін өте маңызды. Неге күтіну қажет? Асқынулардың алдын алу үшін, тігістердің дұрыс жазылуы, қан кетудің тоқтауы, жатырдың орнына түсуі, жалпы денсаулықты сақтау үшін. Дұрыс тамақтанбау, демалмау, күйзеліс ағзаны әлсіретіп, түрлі ауруларға әкелуі мүмкін. Балаға пайдасы үшін, ананың жағдайы тікелей балаға әсер етеді. Ана әлсіз болса, бала күтімі де қиындайды. Психологиялық тепе-теңдік үшін. Көбінесе жас аналарда босанғаннан кейінгі депрессия кездеседі. 40 күндік кезең. Қазақ халқы ежелден бала 40 күндік болғанша, ана да 40 күндік болады деп ерекше мән берген. Бұл бекер емес. Себебі босанғаннан кейінгі алғашқы 40 күн әйелдің денсаулығын қалпына келтіру үшін ең маңызды уақыт. Медициналық тұрғыдан да бұл дұрыс. Жатыр осы кезеңде біртіндеп кішірейеді. Қан кету тоқтайды, лохия деп аталады. Гормондық жүйе қалпына келе бастайды. Ана сүтінің тұрақты бөлінуі жолға қойылады. Жатырдың қалпына келуі. Жатыр босанғаннан кейінгі ең көп өзгеріске түсетін ағза. Босанғаннан кейін оның салмағы шамамен 1 килограммға дейін жетеді. Ал қалыпты жағдайда небәрі 70-80 грамм болады. Бұл дегеніміз, жатыр босанғаннан кейінгі 6 аптада 10 есе кішіреуі керек деген сөз. Бұл процесс инволюция деп аталады. Инволюция дұрыс жүрмесе, әйелде қан кету, жатырдың түспеуі, инфекция сияқты қауіпті асқынулар дамуы мүмкін. Сондықтан дәрігерлер босанғаннан кейінгі алғашқы күндері әйелдің ішін сипап, жатырдың кішіреуін қадағалайды. Қан кету және лохия. Әйел босанғаннан кейін 6 аптаға дейін қынаптан қанға ұқсас бөліністер келеді. Оны медицинада лохия дейді. Алғашқы күндері ол қою қызыл түсті болса, кейін біртіндеп ашық, сары, ақ түске айналады. Егер бөлініс өте көп болса, жаман иіс шықса, қатты ауырсыну қосылса, онда бұл инфекция немесе қан кетудің белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда дәрігерге жедел қаралу керек. Тігістерді күту көп жағдайда әйелдерде босану кезінде жыныс жолдары жыртылып немесе кесіліп, тігіс салынады. Тігіс дұрыс күтімді қажет етеді. Күнделікті жылы сумен жуу керек. Арнайы антисептикалық ерітінділерді қолдану ұсынылады. Дәретханадан кейін міндетті түрде тазалау қажет. Қатты ауырсынса, дәрігер жазып берген майларды қолдануға болады. Тігістің жазылуы әр адамда әртүрлі. Шамамен 2-4 аптада жазылады. Тамақтану. Босанғаннан кейінгі әйелдің ағзасы көп күш жұмсап, әлсірейді. Сондықтан алғашқы айларда дұрыс тамақтану өте маңызды. Дұрыс тамақтанған ана тез қалпына келеді. Сүтінің сапасы мен мөлшері артады. Баланың ас қорытуы жеңілдейді. Әлсіздік, шаршау, анемияның алдын алады. Әйелдің ағзасы босанғаннан кейінгі кезеңде ерекше режимді талап етеді. Бұл уақытта тағам ананың да, баланың да денсаулығына әсер етеді. Себебі емшек сүті, сәбидің негізгі қорегі. Жалпы ережелер. Тамақ теңгерімді болуы керек. Ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер мен минералдар жеткілікті мөлшерде болуы қажет. Көп мөлшерде су ішу. Ана сүті негізінен судан тұрады. Сондықтан күніне 2-2 литр таза су ішу ұсынылады. Күніне 4-5 рет тамақтану. Аз-аздан, бірақ жиі. Бұл ас қорытуға жеңіл, әрі сүттің бөлінуін тұрақты ұстайды. Жаңа тамдарды абайлап енгізу. Әр жаңа өнімді біртіндеп қосып, баланың реакциясын бақылау керек. Аллергия, іш өту, іш кебу болуы мүмкін. Газ түзетін және аллергия тудыратын тағамдарды азайту. Пайдалы тағамдар, ақуыз көздері, ет сиыр еті, қой еті, тауық еті, қайнатылған немесе буға пісірілген түрі жақсы. Балық, май ас түрлері, судак, треска, сазан, жұмыртқа, күніне 1 данаға дейін. Сүт өнімдері, айран, йогурт, сүзбе, кальций мен ақуызға бай.
Жармалар, қарақұмық, сұлы, күріш, тары, ас қорытуға жеңіл әрі дәруменге бай. Нан, қара бидай немесе кебекті нан. Көкөністер, сәбіз, асқабақ қызылша, брокколи, орам жапырақ аз мөлшерде. Жемістер, алмасы пісірілген түрінде, банан, алмұрт, май көздері. Өсімдік майы, зәйтүн, күнбағыс майы. Жаңғақтар, аз мөлшерде бадам, жаңғақ аллергия болмаса. Сары май, аз мөлшерде қосуға болады. Витаминдер мен минералдар. Жаңа піскен көкөністер мен жемістер. Көк шөптер, аскөк, ақ желкен, сүттің шығуына пайдалы. Кептірілген жемістер, өрік, қара өрік, мейіз қан құрамын жақсартады. Тыйым салынатын тағамдар, алкоголь және темекі. Ана сүті арқылы балаға зиянды заттар өтеді. Күшті кофе мен қара шай, жүрек қағысын жиілетіп балаға әсер етуі мүмкін. Ащы қышқыл майлы тағамдар, баланың ішін кептіреді. Газдалған сусындар, тәтті шырындар, асқазанға ауырлық түсіреді. Шоколад, цитрус жемістері, бал, аллергия тудыруы мүмкін. Шикі тағамдар, шикі балық, шикі жұмыртқа, инфекция қаупі жоғары. Су ішу режимі сүттің негізгі бөлігі судан тұрады, сондықтан су ішу өте маңызды. Күніне 2-2 литр су ішу ұсынылады. Тамақты жеп болған соң бірден емес, арада 20-30 минуттан кейін ішу керек. Газсыз, таза қайнаған су ең пайдалы. Қазақы дәстүрдегі тамақтану, қазақ халқында босанған әйелге арнайы тағамдар дайындалған. Оның ең бастысы қалжа. Қалжа ретінде көбіне қой сойылып, жас ананың сүйегі қатайсын, сүті мол болсын деп жегізген. Сорпа, сүйек майы, әйелдің әлсіреген денесін қалпына келтіретін тағамдар. Айран, сүт, қымыз, дәрумен мен кальцийге бай болғандықтан жиі берілген. Тәтті же, сөзің тәтті болсын деп жас анаға ал, май, тәтті тағамдар да берген. Бұл дәстүрлердің астарында терең даналық бар. Дәрігерлік тұрғыдан да сорпа, сүт өнімдері, табиғи тағамдар әйелдің қалпына келуіне көп көмектеседі. Босанғаннан кейінгі дұрыс тамақтану, ананың да, баланың да денсаулығының кепілі. Әр тағамды таңдарда оның сәбиге әсерін ойлау қажет. Теңгерімді ас, жеткілікті су, дәрумендерге бай тағамдар ананың ағзасын тез қалпына келтіреді және сүттің мол әрі сапалы болуына жағдай жасайды. Дене күтімі. Босанғаннан кейінгі әйелдің денесі әлі әлсіз болады. Бұл кезеңде дұрыс күтім жасалмаса, әртүрлі асқынулар, артық салмақ, омыртқа немесе буын аурулары, әйелдік денсаулыққа қатысты қиындықтар пайда болуы мүмкін. Сондықтан дене күтімінің маңызы зор. Гигиена, жеке тазалық, күнделікті жуыну. Әсіресе перинея жыныс аймағы тігісі бар болса, оны күніне бірнеше рет жылы қайнаған сумен жуу қажет. Сабын мен гельдерді қолдану. Антисептикалық, иіссіз, жұмсақ гельдер ұсынылады. Қатты химиялық құрамды сабындардан аулақ болу керек. Прокладка қолдану. Босанғаннан кейінгі алғашқы аптада қынаптан көп бөлініс лохия болады. Арнайы медициналық гигиеналық төсемшелерді қолданған жөн. Оларды әр 2-3 сағат сайын ауыстыру керек. Шаш пен тері күтімі. Босанғаннан кейін әйелдің шашы түсіп, терісі құрғап кетуі мүмкін. Бұл гормондық өзгерістердің салдары. Шашқа табиғи майлар, кокос, арган майы, жұмсақ сусабын қолдану пайдалы. Теріге ылғалдандыратын кремдер жағу керек. Әсіресе құрсақ аймағында созылу іздяшқа қалып қою мүмкін. Сондықтан арнайы майлармен массаж жасау ұсынылады. Киім, арнайы жұмсақ, мақтадан тігілген іш киімдер. Қысатын корсет немесе арнайы постпартум белбеу жатырдың орнына тез түсуіне көмектеседі. Бірақ оны дәрігердің кеңесімен ғана қолданған дұрыс. Жаттығулар босанғаннан кейінгі дене шынықтыру өте маңызды, бірақ оны асықпай біртіндеп бастау керек. Алғашқы күндерде тыныс алу жаттығулары. Тынысты терең алып, баяу шығару. Бұл өкпенің жұмысын жақсартады. Аяқтарды қозғау. Ұйықтап жатқанда аяқтарды баяу қимылдату қан айналымын жақсартады. Тромбтың алдын алады. 2 аптадан кейін жеңіл серуендеу. Ашық ауада 15-20 минут баяу жүру. Кегел жаттығулары. Жамбас бұлшықеттерін қысу және босарту. Бұл жатырдың қалпына келуіне, несеп ұстамаудың алдын алуға көмектеседі. 6 аптадан кейін дәрігердің рұқсатымен йога немесе пилатес, арқа, бел, іш бұлшықеттерін нығайтады. Арнайы гимнастика. Ішті қатайтуға арналған қарапайым жаттығулар: велосипед, қайшы, арқада жатып аяқты көтеру. Жеңіл спорт, жүгіру, жүзу, фитнес, тек толық қалпына келгеннен кейін. Салмақты реттеу. Көп әйел босанғаннан кейін артық салмаққа тап болады. Бұл қалыпты жағдай, себебі жүктілік кезінде әйел ағзасы бала үшін май қоры жинайды. Бірақ оны дұрыс жолмен азайту керек. Нені есте ұстау керек? Сүт азаймау үшін қатты диетаға отыруға болмайды. Қозғалыс пен тамақтану тең болуы қажет. Түнде артық тамақтанбау.
қант пен тәттіні азайту, салмақты реттеу тәсілдері. Дұрыс тамақтану, алдыңғы бөлімде айтылғандай. Күніне 30-40 минут серуендеу, үйде қарапайым жаттығулар жасау, қажет болса диетолог немесе дәрігер кеңесімен арнайы бағдарлама қолдану. Дене күтімінің қосымша тәсілдері массаж, бұлшықеттерді босатып, қан айналымын жақсартады. Шомылу, тек тігістер жазылғаннан кейін рұқсат етіледі. Спа процедуралар, теңіз тұзы, шөпті ванналар пайдалы, бірақ химиялық қоспасы жоқ табиғи түрін таңдау қажет. Босанғаннан кейінгі дене күтімі тек сұлулық үшін емес, денсаулық үшін де қажет. Жеке гигиенаны сақтау, жеңіл жаттығуларды уақытында бастау, дұрыс киім деп күтім әдістерін қолдану, әйелдің тез қалпына келуіне көмектеседі. Дене күтімін елемей қою, ұзақ мерзімді мәселелерге, артық салмақ, буын аурулары, тері ақаулары әкелуі мүмкін. Психологиялық жағдай босанғаннан кейінгі кезең тек физиологиялық емес, психологиялық тұрғыдан да ең күрделі уақыттың бірі болып саналады. Жаңа өмірдің басталуы, сәбидің дүниеге келуі қуанышты сәт. Бірақ сонымен қатар, бұл кезеңде әйелдің көңіл күйі құбылып, күйзеліс, уайым, шаршау, сенімсіздік қатар жүреді. Психологиялық өзгерістердің себептері. Гормондық өзгерістер. Жүктілік кезінде әйелдің ағзасында эстроген мен прогестерон гормондар жоғары деңгейде болады. Босанғаннан кейін олардың мөлшері күрт төмендейді. Бұл көңіл күйге тікелей әсер етеді. Шаршау, түнгі ұйқының бөлінуі, бала күтіміндегі жауапкершілік, физикалық әлсіздік шаршауға әкеледі. Жаңа рөл. Әйел ана болған соң, оның өмірі түбегейлі өзгереді. Мен енді бәріне үлгеремін бе? Баланы дұрыс тәрбиелей аламын ба? Деген сұрақтар алаңдатады. Әлеуметтік оқшаулану. Жас ана алғашқы айларда көбіне үйде болады. Бұл жалғыздық сезімін тудыруы мүмкін. Босанғаннан кейінгі депрессия, baby blues, қысқа мерзімді көңіл күй төмендеуі. Босанғаннан кейінгі алғашқы аптада көп әйел жылай береді, көңілсіз жүреді. Бұл қалыпты құбылыс. Әдетте 1-2 аптада өздігінен басылады. Босанғаннан кейінгі депрессия, егер мұндай жағдай ұзаққа созылса, онда ол психологиялық аурудың белгісі. Белгілері: тұрақты жылау, ешнәрсеге қызықпау, өзіне сенімсіздік, шаршау, ашушаңдық. Қауіпті жағы, ананың балаға мейірімі азайып, күтімін дұрыс жасамауы мүмкін. Постпартум психоз өте сирек кездеседі, бірақ ең ауыр түрі. Әйелде сандырақтау, қорқынышты ойлар, тіпті балаға зиян келтіру туралы елестер болуы мүмкін. Мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігерлік көмек қажет. Депрессияның алдын алу жолдары: жақсы демалу. Ана баламен бірге ұйықтағаны дұрыс. Түнгі ұйқы аз болса, күндізгі ұйқыны толықтыру қажет. Теңгерімді тамақтану. Дұрыс тағам ми жұмысына да әсер етеді. Әсіресе тобы дәрумендері, магний мен омега-3 май қышқылдары көңіл күйді тұрақтандырады. Қозғалыс, жеңіл серуен, жаттығулар стресс гормондарын азайтады. Өз-өзіне уақыт бөлу. Ана тек балаға ғана емес, өзіне де көңіл бөлуі керек. Хобби, кітап оқу, музыка тыңдау. Әңгімелесу, жақын адамдармен сөйлесу, ой бөлісу, күнжады психологиялық ауыртпалықты азайтады. Отбасының қолдауы. Әйелдің психологиялық жағдайына отбасы мүшелерінің қолдауы ерекше әсер етеді. Жолдасының қолдауы. Ер адам әйелдің шаршағанын түсініп, үй шаруасына көмектессе, ана өзін жалғыз сезінбейді. Сен керемет анасың, бәрі жақсы болады деген жылы сөздер әйелге күш береді. Ата-ене мен туғандардың көмегі. Қазақ дәстүрінде жас анаға енесі, немесе шешесі келіп, қол ұшын беру салты бар. Бұл үлкен демеу. Қоғамдық қолдау. Бүгінде босанғаннан кейінгі әйелдерге арналған арнайы клубтар, психологтар, кеңес беру орталықтары бар. Мұндай орта әйелге өзін жалғыз сезінбеуге көмектеседі. Қазақ дәстүріндегі психологиялық күтім қазақ халқында босанған әйелді ерекше күтімге алған. Жас ананы жалғыз қалдырмаған. Қасында үнемі бір әйел отырып, бала күтіміне көмектескен. Жас босанған әйелге ауыр сөз айтпа, көңіліне тиме деген тыйымдар болған. Ән айтып, әңгіме құрып, көңілін көтеруге тырысқан. Бұл дәстүрлер қазіргі психология ғылымымен үндес. Босанғаннан кейінгі әйелге моральдық қолдау аса маңызды. Босанғаннан кейінгі психологиялық жағдай әйелдің ең нәзік тұсы. Бұл кезеңде гормондық өзгерістер, шаршау, жаңа рөлге бейімделу бәрі бірге келеді. Сондықтан ананың көңілін көтеру, демалуына мүмкіндік беру, оны түсіну отбасының басты міндеті. Әйел өзін жалғыз сезінбесе, депрессиядан аулақ болып, бала күтімінде өз денсаулығын да жақсы жүргізе алады. Босанудан кейін әйел ағзасында тек қана физиологиялық емес, сонымен қатар психологиялық өзгерістер де жүреді.
Бұл кезеңде әйелдің ішкі ағзалары біртіндеп қалпына келеді. Гормондар тепе-теңдігі орнына келеді. Бірақ дененің толықтай қалпына келуі үшін уақыт қажет. Әсіресе, жыныстық өмірге қайта оралу әйелдің денсаулығына, көңіл-күйіне және отбасылық қарым-қатынасына тікелей әсер ететін маңызды тақырып. Жыныстық өмірге оралу мерзімі. Кәдімгі босанудан кейін, дәрігерлер әдетте 6-8 апта өткен соң ғана жыныстық қатынасқа рұқсат береді. Бұл уақытта жатырдың ішкі қабаты энтри қалпына келіп, босанудан кейінгі қан кету тоқтайды. Кесар тілігінен кейін, жараның жазылуына байланысты 8-10 апта күткен дұрыс. Тігістердің толық жазылып, ішкі ағзалардың орнына келуі аса. Ертерек жыныстық қатынасқа түсу жатыр инфекциясына, жараның қайта ашылуына немесе ауырсынуға әкелуі мүмкін. Физиологиялық дайындық. Жыныс мүшелеріндегі өзгерістер. Босанудан кейін қынаптың бұлшықеттері босаңсуы мүмкін. Бұл жыныстық қатынаста жайсыздық туғызады. Сондықтан, кегел жаттығулары ұсынылады. Құрғақтық сезімі. Гормондық өзгерістерге байланысты қынапта табиғи ылғал азаяды. Мұндай жағдайда арнайы майлағыш, лубрикант қолдануға болады. Ауырсыну немесе ыңғайсыздық. Егер қатынас кезінде қатты ауырсыну байқалса, дәрігерге қаралу қажет. Контрацепция мәселесі босанғаннан кейінгі кезеңде етеккір бірден қайта келмесе де, овуляция жүруі мүмкін. Сондықтан жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу үшін дәрігермен ақылдасып, келесі әдістерді таңдау керек. Гормоналды таблеткалар, емшекпен емізетін әйелдерге арнайы түрлері бар. Жатырішілік құрал, презерватив, табиғи әдістер, циклды бақылау, бірақ бұл сенімділігі төмен. Психологиялық дайындық. Жыныстық өмір тек физиологиялық құбылыс емес, ол әйелдің психологиялық жағдайымен де байланысты. Шаршау мен ұйқысыздық. Жаңа туған нәрестенің күтімі әйелді қатты шаршатады. Сондықтан әйелдің көңіл-күйі мен күш-қуатын ескеру қажет. Өз-өзіне сенімсіздік, дене пішініндегі өзгерістер, салмақ қосу, іштің босаңсуы, созылу белгілері. Кей әйелдерге ыңғайсыздық тудырады. Мұндай жағдайда күйеуінің қолдауы өте маңызды. Жыныстық құмарлықтың төмендеуі, гормондар тепе-теңдігі әлі қалпына келмегендіктен, либидо төмендеуі мүмкін. Бұл уақытша құбылыс. Ерлі-зайыптылар қарым-қатынасы. Әйелдің ағзасы толық дайын болғанға дейін асықпау керек. Ер адам әйелін қолдап, түсіністікпен қарауы маңызды. Ашық сөйлесу арқылы ерлі-зайыптылар бір-бірін жақсы түсінеді. Жыныстық өмірді жайлап, асықпай бастау ұсынылады. Босанғаннан кейінгі жыныстық өмір нәзік әрі жеке тақырып. Дене қалпына келгеннен кейінде ең бастысы әйелдің дайын болуы. Егер ауырсыну, жайсыздық немесе психологиялық кедергілер болса, маманға жүгіну қажет. Дұрыс күтім, шыдамдылық және ерлі-зайыптылар арасындағы қолдау арқылы бұл кезеңді жеңіл әрі денсаулыққа зиянсыз өткізуге болады. Босанғаннан кейінгі дұрыс тамақтану және витаминдер. Әйелдің босанудан кейінгі сауығуында дұрыс тамақтанудың рөлі өте зор. Бұл кезеңде ана ағзасы 2 есе күш жұмсайды. Біріншіден, өзінің денсаулығын қалпына келтіреді. Екіншіден, нәрестесін ана сүті арқылы қоректендіреді. Сондықтан бұл уақытта әйелдің ас мәзірі теңгерімді, құнарлы әрі дәрумендерге бай болуы шарт. Босанғаннан кейінгі тамақтанудың негізгі қағидалары. Теңгерімділік. Ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер мен минералдар жеткілікті болуы тиіс. Жиі әрі ас мөлшерде тамақтану. Күніне 4-5 рет жеңіл тамақтанған жөн. Бұл асқазанға түсетін салмақты азайтады. Таза су ішу. Емшек сүті негізінен судан тұрады. Күніне 2-2 литр су ішу ұсынылады. Жаңа піскен тағам, консервілер, жартылай дайын өнімдер, газдалған сусындардан бас тартқан жөн. Ана ағзасына қажет негізгі қоректік заттар. Емшек сүтінің сапасын жақсартады. Көздер, майсыз ет, тауық, балық, жұмыртқа, сүт өнімдері, бұршақ тұқымдастар. Майлар омега-3 май қышқылдары баланың миы мен көру қабілетінің дамуына қажет. Көздер, теңіз балығы, жаңғақ, зәйтүн майы. Көмірсулар, анаға күш-қуат береді. Көздер, қарақұмық, сұлы, қоңыр күріш, көкөніс пен жеміс. Дәрумендер мен минералдар, кальций, сүйек пен тіс саулығы үшін, сүт айрарымшық. Темір, қаназдықтың алдын алу үшін, қызыл ет, бауыр жасымық. Фтобы дәрумендері жүйке жүйесін қалпына келтіреді. С дәрумені иммунитетті күшейтеді. Д дәрумені сүйектерге қажет, күн сәулесі, майлы балық. Қандай тағамдардан сақтану керек? Майлы, ащы және қуырылған тағамдар. Шоколад пен көп мөлшердегі тәттілер, балада аллергия туғызуы мүмкін. Газдалған сусындар, энергетиктер.
кофе мен күшті шайды шектеу, алкоголь мен темекі қатаң түрде тыйым салынады. Витаминдер кешендері, кей жағдайда тағамнан барлық қажетті дәрумендерді алу мүмкін болмайды. Мұндайда дәрігер босанғаннан кейінгі әйелдерге арнайы витаминдер кешенін ұсынады. Темір қосылған препараттар, қаназдықтың алдын алу үшін, кальций мен Д дәрумені, сүйек саулығы үшін, омега-3 капсулалары, сүттің сапасын арттыру үшін, емшек сүті мен тамақтану байланысы, ана не жесе соның құрамындағы пайдалы заттар сүт арқылы балаға өтеді. Егер ана ащы, майлы не аллергенді тағам тұтынса, балада иш кебу, аллергия немесе ұйқысыздық пайда болуы мүмкін. Сондықтан емізетін әйел тамағын әрқашан бақылап отырғаны дұрыс. Босанғаннан кейінгі кезеңде дұрыс тамақтану, ананың да, сәбидің де денсаулығының кепілі. Әрбір ас мәзірі пайдалы, құнарлы және табиғи өнімдерге негізделуі тиіс. Тамақтану мәдениеті қалыптасқан ана өзінің денсаулығын жылдам қалпына келтіріп қана қоймай, баланың дұрыс өсуіне де жағдай жасайды. Иммунитетті нығайту және ауруларды алдын алу. Босанғаннан кейін әйел ағзасы әлсіреп, түрлі ауруларға бейім болады. Бұл босану кезінде қан жоғалту, гормондық өзгерістер, ұйқысыздық пен шаршаудың әсері. Сондықтан иммунитетті күшейту мен аурулардың алдын алу әйелдің сауығу жолындағы басты шарттарының бірі. Иммунитеттің әлсіреу себептері: босану кезінде көп энергия жұмсау, қан жоғалту, гормондық теңсіздік, ұйқының бұзылуы, дұрыс тамақтанбау, психологиялық күйзеліс. Әйелдің иммунитеті әлсіресе, суық тию, инфекциялық аурулар, жараның іріңдеуі сияқты мәселелер тез пайда болуы мүмкін. Иммунитетті табиғи жолмен күшейту. Дұрыс тамақтану, ақуызға дәруменге бай тағамдарды көбірек тұтыну, ет, балық, көкөніс, жеміс, сүт өнімдері. Қант пен майлы тағамды шектеу, таза ауада серуендеу, күніне кемінде 30 минут таза ауада жүру, қан айналымды жақсартады, тыныс алу жүйесін күшейтеді. Ұйқы мен тынығу. Түнгі ұйқы жеткіліксіз болса, күндіз қысқа уақытқа демалып алу да пайдалы. Дене белсенділігі. Жеңіл жаттығулар, тыныс алу гимнастикасы ағзаны сергітеді. Стресті азайту, жақындарымен әңгімелесу, жағымды эмоция алу, иммундық жүйені де нығайтады. Дәрумендер мен қоспалардың рөлі. С дәрумені суық тиюдің алдын алады. Д дәрумені сүйектерді нығайтады, иммунитетті көтереді. В тобы дәрумендері жүйке жүйесін тыныштандырады. Темір қаназдықты болдырмайды. Дәрігер кеңесімен арнайы витаминдік кешендер қабылдауға болады. Жұқпалы аурулардың алдын алу, жеке гигиенаны сақтау, қолды жиі жуу, таза киім кию. Үйді жиі желдетіп тұру, суық тиген адамдармен араласудан уақытша шектелу. Қоғамдық орындарға баруды азайту, әсіресе алғашқы 40 күнде. Дәрігерге жүгіну қажет жағдайлар: дене қызуының 38-ден жоғары көтерілуі, қатты қан кету немесе иісі бар бөлінділер, тігіс орнының қызарып, иріңдеуі, үнемі шаршау, әлсіздік, бас айналу. Иммунитетті нығайту, босанғаннан кейінгі әйелдің сауығуы мен баланың денсаулығының кепілі. Дұрыс тамақтану, тынығу, дәрумендер мен жеке гигиенаны сақтау арқылы әйел өз ағзасын инфекциялардан қорғайды және болашақта түрлі аурулардың алдын алады. Психологиялық қолдау және босанудан кейінгі депрессия. Әйел үшін босанудан кейінгі кезең тек физиологиялық емес, психологиялық сынақта болып есептеледі. Бұл уақытта гормондар өзгеріп, жаңа жауапкершіліктер пайда болады, ал шаршау мен ұйқысыздық психикалық тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Сондықтан, әйелдің жан дүниесін қорғау, денсаулығын қалпына келтірудің маңызды бөлігі. Босанудан кейінгі психологиялық өзгерістер, гормондық әсер. Босанғаннан кейінгі алғашқы аптада эстроген мен прогестерон деңгейі күрт төмендейді. Бұл көңіл күйдің құбылуына әкелуі мүмкін. Жауапкершіліктің артуы, нәрестеге күтім жасау әйелден үздіксіз зейін мен күш талап етеді. Әлеуметтік оқшаулану. Көп аналар алғашқы айларда қоғамнан алыстап, тек үйде болуға мәжбүр. Өз-өзіне сенімсіздік, дене пішініндегі өзгерістер, жаңа рөлге бейімделу әйелдің өзін төмен бағалауына әкелуі ықтимал. Босанудан кейінгі депрессияның алдын алу. Жақсы демалыс. Нәресте ұйықтағанда анада демалуға тырысқаны жөн. Теңгерімді тамақтану, В дәрумендері мен магнийге бай тағамдар жүйкені тыныштандырады. Жеңіл дене белсенділігі, қысқа серуен, йога немесе тыныс алу жаттығулары көңіл күйді жақсартады. Әңгімелесу, жақын адамдарымен, басқа аналармен тәжірибе бөлісу жалғыздық сезімін азайтады. Өзіне уақыт бөлу, қысқа уақыт болса да сүйікті іспен айналысу, кітап оқу, музыка тыңдау, қолөнер жасау әйелге жағымды әсер етеді.
эмоциялық тұрақтылықты сақтау жолдары. Өз сезімін ашық айту, шаршағанын, қиналғанын жасырудың қажеті жоқ. Мақсат қою, күнделікті ұсақ жетістіктерді бағалау. Мысалы, нәрестені уақытылы тамақтандыру, серуенге шығу. Жағымды ой қалыптастыру. Мен жақсы анамын, қолымнан келеді деген сенім күш береді. Қолдаушы орта, ерлі зайыптылар арасындағы сенім мен жылы сөз ананың көңіл күйін бірден жақсартады. Жақындарының қолдауы жолдасының рөлі. Әйелге жылы сөз айтып, тұрмыстық шаруаларды бөлісу, бала күтіміне қатысу. Ата-ана мен туыстардың рөлі, пайдалы кеңес беру, эмоционалды қолдау, үй жұмыстарында көмек көрсету. Достар мен қоғам, оң орта әйелдің көңілін сергітіп, жалғыз еместігін сездіреді. Босанғаннан кейінгі депрессия белгілері: ұйқысыздық, шаршау, үнемі жылағысы келу, өзін пайдасыз сезіну, баламен қарым-қатынаста қиындықтар, тәбеттің жоғалуы немесе артық тамақ жеу, өмірге қызығушылықтың төмендеуі. Бұл белгілер 2 аптадан ұзаққа созылса, міндетті түрде дәрігер-психологқа немесе психотерапевтке жүгіну қажет. Әйелдің психологиялық саулығы тек өзіне ғана емес, сәбиіне де әсер етеді. Жақындарының қолдауы, дұрыс демалыс, ашық әңгіме және қажет жағдайда маман көмегіне жүгіну босанудан кейінгі депрессияның алдын алады. Отбасының рөлі және әлеуметтік көмек. Босанғаннан кейінгі кезең тек ананың ғана емес, бүкіл отбасының ортақ сынағы мен қуанышы. Нәресте дүниеге келген соң, оның күтімі, ананың денсаулығы және үй шаруасы отбасы мүшелерінің бірлескен қолдауын қажет етеді. Сонымен қатар, мемлекет тарапынан да белгілі бір әлеуметтік көмектер қарастырылған. Отбасының рөлі, жолдасы үй шаруасында көмектесу, түнде баланы бірге қарау, әйеліне жылы сөз айтып, психологиялық тұрғыда қолдау көрсету, отбасылық бюджетті дұрыс жоспарлап, материалдық жағдайды тұрақтандыру, ата-ана, туыстар, бала күтімінде тәжірибе бөлісу, үйдегі тұрмыстық жұмыстарға көмектесу, ас әзірлеу, тазалық, үлкен балаларға қарау, жас ананы артық сынға алмай, қолдау көрсету. Әлеуметтік көмектің түрлері, Қазақстан үлгісінде. Бала тууға байланысты бір жолғы жәрдемақы, әрбір нәрестеге беріледі, мөлшері баланың туу ретіне қарай өзгереді. Бала 1 жасқа толғанға дейінгі ай сайынғы жәрдемақы, ана немесе әке ресми жұмыс істемесе де, төленетін көмек түрі бар. Әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы. Егер ана ресми жұмыс істеп, қорына жарна төлеп отырса, босануға байланысты төлемдер алады. Жергілікті әкімдік көмегі, аз қамтылған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек. Көп балалы аналарға берілетін қосымша жеңілдіктер. Отбасылық қолдаудың маңызы, ана өзін жалғыз сезінбейді. Бала күтімі жеңілдейді, ананың денсаулығы тез қалпына келеді. Отбасындағы жылы қарым-қатынас баланың психологиялық дамуына тікелей әсер етеді. Аналар клубтары, онлайн топтар, тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Дәрігерлер мен мамандар сенімді ақпарат пен кәсіби көмек береді. Жұмыс берушілердің қолдауы, декреттік демалыс, икемді жұмыс уақыты, қашықтан жұмыс жасау мүмкіндігі. Босанғаннан кейінгі кезең ананың тек өз міндеті емес, бүкіл отбасының ортақ жауапкершілігі. Жақындарының қолдауы, мемлекет пен қоғамның көмегі арқылы ана мен балаға қолайлы орта жасалады. Бұл жаңа өмірдің дұрыс басталуына кепіл болады. Қазақ дәстүріндегі босанғаннан кейінгі күтім, 40 күн күтіну. Босанған әйелді 40 күн бойы ерекше күтімге алған. Бұл кезеңде анаға ауыр жұмыс істетпей, барынша тынығуына жағдай жасаған. 40 күн толғанда 40-нан шығару рәсімі жасалып, ана мен балаға бата берілген. Қалжа дәстүрі, жас босанған әйелге арнайы қой сойылып, қалжа дайындалған. Бұл тағам әйелдің күш қуатын қалпына келтіреді деп сенген. Қалжа етін жеу жатырдың тез жиырылып, ана сүтінің молаюына көмектеседі деген ырым бар. Тыйымдар мен ырымдар, анаға суық суға түсуге, ауыр көтеруге тыйым салған. Шашын 40-нан бұрын кидіртпайды, себебі әлсіреп қалады деп сенген. Үйге бөтен адамдарды көп кіргізбеуге тырысқан, ана мен баланы тіл көзден сақтау үшін түрлі ырымдар жасаған. Балаға қалжа жеу арқылы күш қуат дариды деп сенген. Дәстүрдің қазіргі маңызы, дәстүрлі күтімнің негізінде денсаулықты сақтау қағидалары жатыр. Қазақ ырымдар мен тыйымдар ғылыммен ұштасып, жас ананың күтінуіне пайдасын тигізеді. Қорытынды босанғаннан кейінгі кезең, әйелдің өміріндегі ең жауапты әрі нәзік уақыттың бірі. Бұл кезеңде ана тек жаңа өмірді қолына алып қана қоймай, өзінің денсаулығын да дұрыс күтуі қажет. Негізгі түйіндер: алғашқы 40 күн қалпына келудің алтын уақыты.
Дұрыс тамақтану ананың саулығы мен сүттің сапасына тікелей әсер етеді. Гигиена мен дене күтімі инфекциядан сақтайды, жаралардың тез жазылуына ықпал етеді. Жаттығулар дененің қалыпты қалпына келуін жеделдетеді. Психологиялық қолдау ананы күйзелістен қорғайды. Отбасының рөлі жас ананың жалғыз қалмауына, сенімді ортада болуына жағдай жасайды. Қазақы дәстүрлер денсаулықты сақтау мен қолдаудың халықтық тәжірибесі. Дәрігерлік бақылау асқынулардың алдын алудың ең сенімді жолы. Қорытынды ой: әйелдің босанғаннан кейінгі күтімі тек медицинаға емес, дәстүрге, отбасылық сүйіспеншілікке, қоғамның қолдауына негізделген кешенді процесс. Ана бақытты болса, бала да бақытты, ал отбасы мен ұлттың болашағы да берік болмақ. Осы мәтінді толық оқып, 12 минуттық ер адам даусымен видео жасап бер.